Сәлем достар, бүгін біз сіздермен конверт жасап үйренетін боламыз. Яғни мен шақыруларынан көріп жүрген боларсыздар. Ол үшін біз PicsArtқа кіріп, өзімізге керекті фонды сақтап аламыз. Осы фонды мен сақтап алатын боламын. Сосын қайтадан PicsArtқа кіреміз де, бізге прозрачный фон керек болады. Вот пустой деген тұр ғой, соны ашамыз. Және де осыған жаңағы жүктеп алған фонымызды қайтадан салатын боламыз. Осыны үлкейтіп аламыз да, тен деген тұр ғой. Соны алып, позицияны туралап қоятын. Сол кезде барлық жағына бірдей тен берілетін болады. Оны да сақтап аламыз. Енді конвертіміздің негізгі бөлігін жасайтын боламыз. Қайтадан прозрачный фон аламыз. Обрезать дегенмен оны 9:16 форматта кесіп алатын боламыз. Яғни сторис форматта кесіп аламыз. Және де добавить фото деген арқылы жаңағы конвертке арналған қағазды алатын боламыз. Менде жаны ақ болып қалғаны алынып кетті. Мен қайтадан жаңағы тен берген қағазды алатын боламын. Сол қағазды алып, бұл негізі платный тұратын пригласительный жасайтын приложениедан бар. Но егер платный пайдаланғыңыз келмесе, өзіңіз осылай жасасаңыз болады. Мына бұрышына, яғни алдыңғы бұрышымен мына жағын бірдей етіп, осылай жаңағы цветной қағаз десек те болады. Осы қағазды алып, осылай орналастырамыз. Тағы да добавить фото дейміз да, екіншісін алып, мынаны мұнда осылай орналастырамыз. Конверт жасайтын боламыз. Міндетті түрде бұған тен беруді ұмытпаңыздар. Себебі тен берсеңіздер, жаңағы шет-шетінде осындай конверт сияқты әдемі болып қалады. Егер тен бермесеңіздер, обычный қағаз сияқты ешқандай конверт екені білінбей қалады. Осылай тура осы шеті, осы жері тура наның бұрышында тұру керек, сол кезде әдемі шығады. Осылай туралап аламыз. Тағы да добавить фото деп, жаңа қағазымызды аламыз да, ортасына мынандай конверттің бұрышын жасап аламыз. Конверттің бұрышын осылай жасаймыз. Осылай жасап алып, осыны әдемілеп конвертке ұқсатып, өзіңізде кішкене өзгешелік жасасаңыз болады. Мен сіздерге просто көрсету үшін жасап жатырмын. Бұл өмірде тек қана позитивті ойлау керек, және барлық нәрсенің шешімін табуға болады. Осылай қолдан конверт жасап, осыған анимация беретін боламыз. Сабақты соңына дейін қараңыз. Менің парақшама жазылып алыңыз, және де комментке сізге не жасай алмай жүрсіз, сол туралы жазып кетіңіз. Мен міндетті түрде сізге жасап көрсететін боламын. Мынаны дұрыстап орналастыра алмай жатырмын. Осы жерде өзіме ыңғайлы етіп орналастырамын және сохранить деп сақтап аламын. Және де маған Canva приложениесі керек болады. Қайтадан осы жерде сторис форматтағы дизайндарға кіремді, розовый цветы или болмаса розовый фон деп жазып, осы жерде өзіме керекті фонды таңдайтын боламын. Мен мына жерден ұзақ таңдап кеткен сияқтымын қазір. Осы фонды таңдадым. Және де мына жазуларын өшіріп тастаймын. Сөйтемді, бұған анимация берем қазір. Мен сүйікті анимацияны білесіздер. Алдыңғы сабақтарды қарасаңыздар, пульс деген анимацияны беретін боламын. Все дегенді басқан едім, что-то анимация қойылмай қалды. Қайтадан шығатын боламын видеодан. Қайтадан шығып, мына жерден екінші гүлге анимация берейін деп жатырмын. Тоже пульсті беремін. И вот осыны видео ретінде сақтап аламын.
сосын сақтап болған екен. Как обычно, CapCut приложение ең оңай, ең күшті мен үшін приложение. Даже білесіздер, мен сонымен фотошопта жасап көрсеттім сіздерге. Осы қазір осын сақтап алып CapCut приложениесіне барамыз. Қызықтың бәрі алдында. Сабақты соңына дейін қараңыздар. Менен үйренетін нәрселер көп негізі, сол үшін мен парақшама міндетті түрде жазылып алыңыз. Плюсикті басып, жаңағы видеоны орналастырамыз. Осы видеоны осылай орналастырып болған екен, наложение деген бар. Наложение арқылы біз фотодан жаңағы қағазымызды шығаратын боламыз. Оны осы билеттің бетіне дұрыстап орналастырып аламыз. Көрдіңіздер ме? Конвертке ұқсайды. Осы конвертті орналастырып алып, тағы да наложение арқылы екінші астыңғы бөлігін шығарамыз, яғни астыңғы бөлігін жаңағы төртбұрышты жасадық қой біз алдында басында. Сол төртбұрышты біздің қағазымызды осының астына орналастыруымыз керек. Оны орналастыру үшін қазір соңына дейін қараңыздар. Осылай мен дұрыстап орналастыра алмай жатырмын. Бұлай орналастырдым. Енді осыны слой деген бар бізде. Слой дегеннің ішіне кіріп, бірді басқан кезде осылай астына қойылады. Және де мен де байқасаңыздар, мынандай думалақ нәрсе қойып қоямын ғой конверттерге. Соны осы жерден іздеп жатырмын. Негізі бір әдемісі бар еді, соны таппай қалдым. Енді тапқан думалақ жаңағы тойға шақырудың мынандай белгісі бар ғой. Соны атын ұмытып қалдым қазір. Білсеңіздер, іштеріңізден айтып отыра беріңіздер. Соны қазір мен мына жерге әкеп қоятын боламын. Осы домалақты наложение арқылы осы жерге қойып алатын боламыз. Міне әдемілеп осы жерге қоямыз. Сосын барып, оны туралаймыз. Конверт қып қырқып алған осы қағаздарыма қазір анимация беретін боламын. Анимацияның ішіне келіп, осы жерде мына анимацияға вывод дегенмен ғана береміз. Ввод емес, выводпен анимация беретін боламыз. Сол кезде біздің анимациямыз ашылып жатқан сияқты болып, мына жерде анимацияларды көріп жатырмын. Қайсысы тура келді? Ввод дегенді баспайсыздар. Мен де осы жерде прям ойыма алдым. Мен алдында жасап көрген жоқпын. Осылай жасауға болады, мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Вывод дегенмен жасайсыздар. Вывод дегенмен жасап аласыздар. Скольжение вправо дегенді басасыздар. Екеуінде екі қағазды да белгілеп алып, сол кезде бізде и скоростін төмендетесіздер. Вот көрдіңіздер ма, осылай шақыру сияқты ашылатын болады. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін мен өте қатты қуанып қалар едім. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер.